Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге дастарханның сәнін келтіретін хит рулеттердің бірі морковный рулетті жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осы видеода көрсетілген заттарды дайындап аламыз. Содан кейін сәбізімізді жақсылап түркіден өткізіп аламыз. Сол аралықта қазанымызды қыздырып, сұйық майымызды құямыз және сармайымызды салып аламыз. Жақсылап ерітіп, түркіден өткізілген сәбізімізді салып, кішкене қызартып қуырып аламыз және тұзымызды, бұршымызды саламыз. Қатты отта қуырмаймыз, ақырын қойып қоямыз астын. Қуырып болғаннан кейін салмасын дайындаймыз. Жұмыртқамыздың ақуызын осылай көпіртіп, ақ пена болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сәбізімізді қуырып болғаннан кейін мұздатып, мұздағаннан кейін жұмыртқамыздың сарыуызын салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де көпіртілген ақуызымызды бөліп салып, осылай жақсылап араластырамыз. Қатты араластырмаңыздар, пенамыз басылып қалады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін табамызға пергаментный бумаганы салып, кішкене май жағып, жаңағы дайын болған сәбізімізді жақсылап бір тегіс қылып жайғастырып аламыз. Ал енді жақсылап тегістеп алғаннан кейін пешімізге салатын боламыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 20 минут салып аламыз. Ол аралықта ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Творожный сыр немесе осындай сырды түркіден өткізіп, қаймақ немесе майонез салсаңыздар да болады. Және 3-4 дана чеснокты салып, жақсылап біркелкі қылып араластырып аламыз. Және дайын болған рулетімізді аламыз, кішкене мұздатып, содан кейін барып жаңағы ішіне салатын салмамызды осылай жақсылап бір тегіс қылып жайып аламыз. Бір тегіс қылып жайып алғаннан кейін пергаментный бумаганың көмегімен осылай орап шығамыз. Кішкене жыртылуы мүмкін, оған қатты қорықпаңыздар. Жақсылап осылай тартып, басып, бір тегіс қылып орап аласыздар. Содан кейін бөлме температурасында 1 сағат кішкене қойып аласыздар. Содан кейін 2-3 сағатқа холодильникке салып алуларыңыз керек. Сол кезде рулетті кескен кезде шашылмайды, жақсы тастай болып колбаса сияқты кесілетін болады. Неке 2 сағат холодильникте ұстадым, содан кейін кестім. Қараңыздар, өте күшті болып шыққан, дәмі де ерекше, тойымды.